Келін мен ененің сабыры. Баяғы заманда бір ауылда жас келін ұзатылып келеді. Бірақ ол енесімен бір шаңырақ астында өмір сүруге үйренісе алмайды. Келін өз үйінде еркелеп өскендіктен жаңа отбасындағы тәртіп пен жауапкершілік оған ауыр көрінеді. Ал енесі болса қатаң тәртіпті ұстанатын, мінезі салмақты әйел еді. Күн сайын келін мен ененің арасында ұрыс-керіс орын алып, екеуі бір-біріне қатты сөйлеп қалады. Келіннің шыдамы таусылып, бір күні ауылдың ақылды қариясына барып ақыл сұрайды. «Ата, мен енемнен мүлде тіл табыса алмаймын. Ол маған күнде ұрсады, не істесем болады?» дейді келін көзіне жас алып. Қария келінге ойлана қарап: «Қызым, сен енді үлкен әулеттің келінісің. Сабыр мен ақылдылық сенің ең басты қаруың. Бүгіннен бастап енең не айтса да үндемей күлімсіреп жүр. Сөз қайтарма, ешқандай қарсы жауап берме. Осыны бір ай бойы істе», деп кеңес береді. Келін бұл сөзді тыңдап үйіне қайтады. Қанша ауыр болса да, енесі ұрсса да, сын айтса да, ештеңе демейді. Барлығын үнсіз тыңдап, тек күлімсіреп жауап береді. Біраз уақыт өткен соң, енесі таңғалып келініне жұмсақ қарай бастайды. «Қызым, бұрын сен көп ренжитін едің, қазір сабырлы болып қалыпсың, жарайсың», дейді енесі бір күні. Келіннің шыдамдылығы, сабыры мен мейірімділігі енесінің жүрегін жібітеді. Ақырында енесі келінін өз қызындай көріп кетеді.